Ертеде бір бай мен оның бәйбішесі болыпты. Бірде ол екеуі жеңіл ақша табудың амалын іздеп тауыпты. Бәйбішенің бойына аяқ астынан ерекше бір қасиет бітіп, ауаға дуа оқитын болды. Бос асқабақтың ішіне ернін күбірлете, дуасын сыбырла, қақпағын қымтар жабатта, бақыт шөлмегі дайын болды дейді. Содан бай ол шөлмектерді алып, алдап-бұлдап сатады екен. Бақыт сатып алам десең, бір шөлмегі 1000 теңге тұрады. Қақпағын аша салсаң, бағың жанды дей бер дейді екен. Басқа жерге бар, қашы жерге. Басты қатырма, кет. Амансың ба алдар көзі, бүгін сәтің түсіп, айың оңынан туды. Мен саған бақыт әкеліп отырмын. Байеке, төрлет, шай ішіңіз. Шайың керек жоқ. Сен оданда менен мұна бір асқабақ құтыны сатып ал. Бер қара, мұна қақпағын ашасың да, бірден бақытқа кенелесің. Мұнаның ішінде дым жоқ қой. Аңқау-ай, сен немені бақытты қолыңмен ұстап көретін нәрсе деп пен? Ақымақ, жоқ қарам, бақыт шөлмектің ішінде болған еді. Сен қақпақты ашқан сәтті бақыт ішінен ұшып шықты да, енді міне сенің үйіңде жүр. Сондықтан маған 1000 теңге төле. Мен ары қарай кете берейін. Менің ондай ақшам жоқ па еке? Менің бір сиқырлы тоқпағым бар. Әжемнен қалған мұра. Оның қандай қасиеті бар? Онымен бе? Кез келген әйелдің арқасына бір соқсаң, бірден жасара қалады. Ал еркек адамды соң, сол сәтті ақылы толса түседі. Ал әжең қазір қайда? Ол тұрмысқа шығып кеткен. Күйеуінің ауылына көшіп кетіп, тоқпағын маған қалдырған деді. Әжемнің қазір жап-жас болып кеткені сонша, оған енді тоқпақтың ешқандай керегі де жоқ. Жарайды, мен әкелген бақыттың құнын төлей алмайсың. Оның орнына мұна тоқпағыңды алайын. Қазір кемпірімді жасартып жіберейін. Ойбай, Есуас, не істеп жатырсың? Кемпір, бұл жай тоқпақ емес, жасартқыш тоқпақ. Бір рет соқсам, 1 жылға жасарасың. 2 рет соқсам, тіпті одан да жас боласың. Рас пе? Ондай болса, қаттыра құр, шыдай тұрайын. Ойбай, 20 рет ұрдың ғой, жететін шығар. Кемпірім, бұл тоқпақ саған әсер етпейді екен. Олай болса, енді саған берер, әсерін көрейік. Жоқ, алдар көсе маған еркек адамдар оған жасармайды. Ақылы арта түседі демеді. Бұл тоқпақты берген алдар көсе ме? Анау сиқырлы бақыт шөлмегінің орнына мұна тоқпақты берді. Тоқпақты алдар берсе, онда саған әсерін айнытпай берер. Тоқта қойшы, тексермей-ақ қояйықша. Тұра тұр бәлем, қазір миыңа жақсылап тұрып кіреді. Кәрі қақпас. Болды, жасартқыш тоқпақ. Қарыңдар, не істедің? Қараш, сиқырлы тоқпақты сындырып тастадың ғой. Енді қайтып жасарамыз. Көрш, тоқпағың дым істемейді ғой.
Сындырып тастасаңдар, әрине істемейді. Әй, сынбай тұрғанда да істеген жоқ. Байеке, айтпақшы, мен анау сиқырлы сөзді айтуды ұмытып кетіппін ғой. Қандай сөз? Симсалабим, абракадабра, ахалай махалай. Сол сәтте бай мен кемпірі алдар көсенің оларды алдап, айластын асырып кеткенін аңғарыпты. Қуға киліксең, құтыңнан айырыласың деген мақалды естеріне түсіріп, болар іс болды, енді не пайда деген екен. Жена воздух заговаривает, а бай его продает. Бәйбішесі ауаны дуалайды екенде, бай оны сатады екен. Бәйбішесі ауаны дуалайды екенде, бай оны сатады екен. Я принес тебе счастье. Мен саған бақыт әкелдім. Мен саған бақыт әкелдім. Ты крышку открыл, теперь плати. Қақпақты ашып жібердің ғой. Енді төле. Қақпақты ашып жібердің ғой. Енді төле. Возьми взамен молодильную дубинку. Оның орнына жасартқыш тоқпақтал. Оның орнына жасартқыш тоқпақты ал. Мужчины от нее умнеют, а женщины молодеют. Одан ер адамның ақылы арта түседі, ал әйелдер жасарады. Одан ер адамның ақылы арта түседі, ал әйелдер жасарады. С хитрецом тягаться себе дороже. Қуға киліксең, құтыңнан айырыласың. С хитрецом тягаться себе дороже. Қуға киліксең, құтыңнан айырыласың.